Қайырлы күн достар, біз бүгін ыстық күнде шөл қандыратын құрттан сусын дайындайтын боламыз. Құрамында кальций мен витаминдері көп, өте пайдалы, өте дәмді сусын болып шығады. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл сусынды дайындау үшін біз ең алдымен 2 түйір алмамызды әдемілеп жуып, ұсақтап, осылай біркелкі етіп турап аламыз. Туралған алмаларымызды ыдысқа салып, бөлек қоя тұрамыз. Енді құрттан сусынымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін біз 10 шақты түйір құртымызды алып, құрт жұмсақ болу керек. 10 шақты түйір құртты блендерге саламыз. Кез келген блендер жарай береді. Кімде қандай блендер бар, пайдалана бересіздер. Құртымызды салып, үстіне кішкене осылай жуылған райхан қосып жібереміз. Сабақтарын кесіп, кішкене болса жарайды. Және үстіне 50 грамдай творожный сыр қосамыз. Және үстіне 1 литр су құямыз. Қайнатылып, салқындатылған су жарай береді, болмаса фильтрдің суын құясыздар. 1 литр суымызды құйып, жақсылап 2-3 минут араластырамыз. Барлығы біркелкі болып араласып шығады. Араластырып болған сусынымызды жаңа кесілген алмамыздың үстіне құямыз. Барлығын әдемілеп құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін, осы дайын болған сусынымыздың үстіне тағы да 1 литр су құямыз. Сонда барлығы 2 литр су қажет болады бізге. 1 литр салқын суымызды құйып, үстіне дәмі шығу үшін қалған райхандарымызды өстіп 5-6 мәрте батырып аламыз. Дәмі өте күшті болып шығады. Және де мұз болса үстіне мұз салып жеріп пайдалансаңыздар болады. Мұз салып, жақсылап араластырып, өте салқын, өте дәмді сусын, шөл қандыратын сусын болып шығады. Ең бастысы, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.